Екі құрбы шер тарқатып, өткен-кеткенді айтып, біресе күліп, біресе мұңайып келе жатты. Әңгімеге беріліп кеткендері сонша таудың басына қалай шығып кеткендерін де сезбей қалды. Бір кезде таудың басында төменге қарап тұрған бір қызды байқап қалды. Жалғыз өзі тұр. Достарымен серуендеп жүрген адамға мүлдем ұқсамайды. Үстіндегі киімі де серуендеуге арналмаған. Екі құрбының ойы бір жерден шығып үнсіз қалды. Жайлап тыныш қана жақындай түсті. Жақын келгенде ғана Құралай бұл қызды танып қалды. Бұл Сара болатын. Екеуі де үнсіз қызға қарай жүре берді. Сараға жетуге бір 40 қадамдай қалғанда Сара да сезіп артқа жалт қарады. Сен не істеп жүрсің мұнда? Сара, сен не істеп жүрсің? Сенің не ойланың бар? Деп Құралай кішкентай қадамдармен Сараға қарай жақындай түсті. Сара, ақымақтық жасама. Өзіңді ойламасаң да баланы ойла. Біз кімге керекпіз айтшы? Менің баламда ешкімге керек емеспіз. Өзімде баламда елге қара бет болып болдық. Ертең әрбір адам балама қолдарын шошайтып, көңілдестен туған бала деп атайды. Әркімнің мазағына көніп жоқшылықта өмір сүргің келмейді. Арман сендерді тастамайды, көмектеседі деп Құралай жауап бергенімен, өзі қызды құтқару шараларын ойластырып тұр еді. Аяушылықтан ба? Жоқ, рахмет, маған оның аяушылығы керек емес. Сара, бәріне өзің кінәлісің ғой. Енді бізге не дейсің? Қош бол, Құралай, деді де Сара төменге қарай секіріп кетті. Құралай еш ойланбастан қыздың артынан ол да секіріп кетті. Құралай бала күннен жүзумен айналысқан болатын, сол себепті өз-өзіне нақты сенімді болатын. Расында Құралай өзенге бір сүңгіп су бетіне қайта шықты. Бірден Сараны іздеді. Бір кезде Сараның көйлегіне көзі түсіп кетті. Сара ес-түссіз су бетінде қалғып бара жатты. Құралай еш ойланбастан Сараны сүйреп жағалауға шығарды. Тренердің үйреткендерін еске алып, алғашқы көмек көрсете бастады. Құралай барлық білетін көмектерін көрсетті. Екі қолын қайта-қайта сермеп, кеудесін басып-басып, бозарып кеткен түріне қарамай, аузын ашып, мұрнын қысып ауа жіберіп әлет. Алайда Сара оянар емес. Еш белгі берер емес. Құралай шаршады. Өлді деп ойлады. Бірақ өлімге қимай Құралай оны екі иығынан ұстап, сілкелеп қояды. Еш белгі жоқ. Құралай Сараны жерге қойып жылап жіберді. Алланың құдіреті болар, сол сәтте Сараның аузынан су шығып, қақалып шашалып қоя берді. Құралай қуанып кетті. Бірден Сараны жанынан жатқызып бетін сипалап қояды. Сара есін жиды. Орнынан тұрып жан-жағына қарады. Өзінің үстіне, Құралайдың үстіне бір қарап, болып жатқан жағдайды енді түсінгендей болды. Сен неге мені құтқардың? Ақымақ қыз, өзің өлгеніңмен қоймай, мені де ішімдегі балаңды да өлтіріп ала жаздадың ғой. Бұлай жасауға болама екен деп Құралай ұрсып берді. Сол сәтте ғана Сараның ішіндегі баласы есіне түсті. Бірден ішін ұстады. Еш белгі жоқ. Тіпті бала жоқтай. Құралай Сараның түрінен барлығын түсініп қойды, жүгіріп Сараның қасына келді. Бір қолымен Сараның иығын, бір қолымен Сараның ішін ұстап отыр. Баласы бір белгі бере ме деген үміт. Еш белгі жоқ. Бір сәтте бірдеме жыбыр ете қалды. Тірі деп екеуі қосылып айқайлап жіберді. Аллаға шүкір, деп Құралай да қуанды. Сені ауруханаға апару керек. Жүр аласың ба? Жоқ, басым айналып, көзім қарауытып отыр. Кел, онда маған сүйен. Құралай Сараны сүйемелдеп тұрғызып, қолын иығына салып белінен құшақтап келе жатты. Бір кезде Құралаймен бірге келген құрбысы алдарынан шыға келді. Екеулеп Сараны көлікке отырғызып үйлеріне келді. Екеулеп жүріп Сараны үйге кіргізді. Барлық жағдайды жақсы білетін әдемі үнсіз ғана үйден шығып, өз үйіне кетіп қалды. Үйде тек Құралай мен Сара қалды. Мені құтқарып қалғаның үшін рахмет. Саған өміріммен қарыздармын. Сенің аяғың ауыр болмағанда мен ешқашан сені құтқармас едім. Құтқаратын едің. Көрініп тұр, сен жүрегің кең адамсың. Болды, көп сөзді қой. Саған киімдеріңді ауыстыру керек. Маған да бірдеме алып шық. Менде киімдерімді ауыстырып әкімшілікке барып қайтайын.
Сара өзіне және Құралайға киімдер алып шықты. Сараның берген киімдерін киіп алып, шашын сүлгімен асығыс кептіріп, Құралай әкімшілікке қарай беттеді. Бағына орай, демалыс күн болса да, бастығы кабинетінде отыр екен. Болған жағдайды айтып берді. Бастығы бірден жүргізушісін шақырып, ескі көлігін жүргізушісімен бірге берді. Сол көлікпен Сараны ауруханаға апару керек болатын. Содан Сараның үйіне келіп, Сараны салып алып, үшеуі аудан орталығындағы перинатальды бөлімшеден шықты. Болған жағдайды Құралай толықтай баяндап берді. Дәрігерлер Сараны және баласын толықтай тексеріп ауруханаға жатқызды. Сақтандыру бөлімшесінен бір палата берілді. Босануына 3-4 апта қалғандықтан және бүгінгі болған жағдай бар, барлық ескеріп Сараны босанғанға дейін ауруханада қалдырды. Содан жүргізушімен Құралай үйіне қайтты. Бұлар қайтып келгенде ауыл түгел не болғанын біліп болыпты. Арман есік алдында аулада ерсілі-қарсылы жүр. Барлығын естіп, біліп тұрғаны белгілі. Құралай аулаға кіре берген бойда сұрақтың астына алды. Қалай? Сара қалай? Балам қалай? Жақсы, екеуі де жақсы. Ауруханадағы сақтандыру бөліміне жатқызды. Аллаға шүкір. Рахмет саған, Құралай, сен болмағанда оларға бірдеме болып қалар еді. Ал мен өзімді өмірі кешірмес едім. Себебі Сара мұндай жағдайға менің кесірімнен тап болды ғой. Құралайдың көңіл күйі түсіп кетті. Себебі Арман бірден Сараның көңілін сұрады, артынша баласының. Ал Құралайдың көңілін, жағдайын сұрап жатқан ешкім жоқ. 2 аптадан соң Құралайды басшысы аудан орталығына іс-сапармен жіберді. Жұмыстарын тездетіп қана бітіріп, Құралай жүргізушіге ауруханаға баратынын айтты. Ауруханаға келіп, Сараның аты жөнін айтып еді. Оның төменге түсе алмайтынын айтып, керісінше Құралайға көтерілуді ұсынды. Құралай тіпті жақсы, Сараның жағдайын өз көзімен көретін болдым деп ойлап, 2-ші қабатқа көтерілді. Палатасына жақындап, есігін ашып қалды. Алайда өз көзіне өзі сенбей, таңырқап тұрып қалды. Таң қалғаны сонша, қол-аяғын сезбей қалып, қолындағы сөмкесін жерге түсіріп алды. Палатада Сараның жанында қолын ұстап Арман отыр еді. Сара да мәз-мейрам оған қарап майысып күліп қояды. Құралай жерден сөмкесін көтеріп, алды-артына қарамастан тайып тұрды. Жүгіріп келіп көлікке отырды да айқайлап жіберді. Тезірек басыңыз. Ауылға қайттық. Жүріңіз тез. Не болды? Аманшылық па? Артынан түсіндіремін. Тез жүріңізші. Осылайша олар аурухананың қасынан тез қозғалып кетті. Артынан жүгіре шыққан Арман Құралайды қуып жете алмады. Тек көліктің артынан ұзақ қарап, сол бойы тұрып қалды. Құралай үйге кіре сала, сарайдан дорбаларды алып келіп, Арманның киім-кешектерін сала бастады. Көзіне не түссе соны бүктеместен тыға берді. Енесі көріп шошып кетті. Келіннің қасына жүгіріп келіп, қолындағы Арманның жейдесін жұлып алып, кереуетке лақтыра салды да келіннің қолынан ұстап, жайлап қана орындыққа отырғызды. Не болды, Құралай? Біздің есерсоқ тағы не бүлдірді? Анашым, ол тағы да сонымен бірге. Өз көзіммен көрдім. Ауруханаға барғанмын, екеуі қол ұстасып мәз болып отыр. Сол кезде оны бекер құтқарғанмын. Көрсем де көрмегендей болып кете беруім керек еді. Қой, қайдағыны айтпа. Сосын ондай күнәні қалай көтеріп жүресің? Сен ондай адам емессің ғой. Кетсінші, анашым. Болды, шаршадым мен деп Құралай жылап жіберді. Иә, кетсе кетсін. Өзіміз ақ олсыз керемет тұра аламыз. Ең бастысы, сен жыламашы. Деп енесін келіннің құшақтады. Екеуі осылай отырған кезінде үйге Арман кіріп келді. Құралай, жаным, сен дұрыс түсінбедің. Мен жай ғана көңілін сұрауға барғанмын. Не дегенмен балам бар ғой. Ар ятым жібермеді. Балам, ал мына үйдегі менің балаларым бар тек қана. Әлде олардың әкелері басқа ма? Ар ятым дейді ғой, 2 балаңды тастап сол әйелге еткенде ар ятың қалай жіберді сол кезде. Менде ақымақпын, сені қайта қабылдаған. Құралай, түсінші мені. Маған мүмкіндік берші, барлығын саған түсіндіріп, дәлелдеп беремін.
Сенде мүмкіндік болды, ал сен оны қолдана алмадың. Осылай екі отбасында жүрем деп ойладың ба? Жоқ, мен ондайға көне қоймаспын. Кет, Арман, кет. Сені көргімде келмейді деп Құралай Арманның киімдері мен заттары салынған дорбаны алдына лақтыр салды. 4-ші бөлімнің соңы. Құрметті тыңдарман, келесі бөлімді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіз. 5-ші бөлім жақын күндері шығатын болады. Біздің каналдың тыңдарманы болғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сіздің ойыңызша әңгіме қалай өрбиді? Комментарийге ойыңызды жаза кетіңіз.